Сәлеметсіңдер ме балалар, әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы күй атасы Құрманғазы. Бүгін біз сендермен Ахмет Жұбановтың шығармасымен танысамыз. Ахмет Жұбанов 1906 және 1968 жылдар аралығында өмір сүрген. Ақтөбе облысы Темір ауданында дүниеге келді. Ол композитор, қазақ музыкасын зерттеуші, көрнекті ғалым, дирижер. Құрманғазы атындағы ұлт аспаптар оркестрін құрған. Абай операсын жазған авторлардың бірі. Балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Жазып болсақ, бірінші тапсырмаға назарымызды аударайық. 57-ші бет. Күй өнері тақырыбына 5 сөз ойластырыңдар, мағыналарын түсіндіріңдер. Ал жазамыз. Жазып болдыңдар деп ойлаймын. Егер мағынасын түсіндіре алмасаңдар, балалар, түсіндірме сөздіктен қарап алыңдар. Келесі назарымызды мәтінге аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Құрманғазы. Ахмет Жұбанов. Ақмаңдай қыз құрбыларымен бірге өзен бойлап жидек теріп қайтқан. Жүзі жайнап, үйге көңілді енді. Төр алдында бұрын көрмеген бейтаныс қонақ отыр екен. Егде тартқан ата-анаңның жалғыз қызы Ақмаңдай ешкімге артық көз тоқтатып қарамайтын ер мінезді, ерке бойжеткен болатын. Сол әдетімен үйдегілерге мойын бұрып қарамастан, үкілі сары домбырасына қол созған. Домбыраны алып, жүк аяқтың алдындағы көрпешеге жайланып отырды. Алғашқы 1-2 қағыстана құлағы теріс бұралып қалғанын байқады. Ол қабағын шыта ата-анасына қарап, «Мынаның құлағына кім тиген?» деді. Олар не дерін білмегендей төр алдындағы қонаққа қарады. Қонақ үнсіз қыз қимылын бағып қалған. Ерке қыз сөзін 2 қайталамады. Домбырасының құлағын өз бұрауына түсіріп алды да, бір күйді тарта жөнелді. Бұл Адай руының енді аты шыға бастаған өнерлі қызы Ақмаңдай болса, тартып отырғаны Адай атты күй еді. Қонақ қыз тартқан күйді қалт етпей тыңдады. Күй аяқталысымен саңқ еткен үнмен: «Қарағым, домбыраны бері берші, күйдің күйін кеттірдің ғой», деді. Мұндай сөзді күтпеген Ақмаңдай сасқанынан домбыраны бейтаныс қонаққа ұсына берді. Ата-анасы да аң-таң. Бұл өңірде Ақмаңдаймен өнер жарыстырар күйші аз болатын. Оның үстіне жаңағыдай сөзді бұрын-соңды естімеген еді. Қонақтың домбыра тартысы, тартқан күйі үйде отырған 3 тыңдаушысын сиқырлап тастағандай. Мына қонақтың тегін адам еместігі, ерекше жаратылысы, ерен өнері еріксіз мойындатқызып бас игізген жайы бар. Күй аяқталғаннан кейін үй іші демін іштен алып 1 сәт үнсіз отырып қалды. Сәлден соң үй иесі қарт: «Шырағым, домбыра тартысыңнан байқап отырмын. Қызыл құрт руынан шыққан Құрманғазы деген күй құдіреті бар деуші еді. Сен сірә сол боларсың», деді. Күйшінің саусақтарына қарап қалған қыз енді оның жүзіне қарады. Қонақ еңселі, ер тұлғалы, жүзі келісті, келбетті кісі екен. «Болсақ болармыз», деді қонақ сәл күлімсіреп. Бұл теңдесі жоқ тума талант, біртуар тұлға, қазақ халқының ұлы композиторы Құрманғазы Сағырбай ұлы еді. Сонда тартқан күй серпер екен. Сонда балалар, бұл әңгімеде Құрманғазы Сағырбай туралы айтылған, Ол 1818-1889 жылдар аралығында өмір сүрген. Ол Бөкей Ордасын ауданында Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Атақты күйші, оны бәріміз де білеміз. Енді балалар, бұл жерде Ақмаңдай қызға мінездеме беріңдерші. Қандай қыз деп ойлайсыңдар? Мәтінде оны қалай сипаттайды? Ер мінезді,
оның күй тартқаннан сол ауылда ешкім де дес бермейтін, ешкімге, иә? Жақсы. Ал енді балалар, мәтінге сүйеніп екі ұғымның арасындағы байланысты анықтаңдар. Құрманғазы күй құдіреті. Ал екеуінің арасындағы байланысты анықтап болсаңдар, үй тапсырмасы 57-59 беттерді мазмұндау, 6-шы тапсырманы жазбаша орындаймыз. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет.